Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге не үшін адамдар сіздерді құрметтемейді, жалпы бағаламайды, осы туралы айтатын боламын. Жалпы негізі кез келген нәрсенің себебі бар дейді ғой, яғни бізді қоршаған ортадағы адамдардың құрметтемеуінің де, яғни бізге сыйластық танытпауының да өзінің себептері бар. Біз бүгін сіздермен осы себептерді анықтайтын боламыз. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Білесіздер, жалпы негізі кез келген жағдайда бізді басқа адамдардың құрметтемей жатқандығын біз байқап жатамыз, бірақ оған біз көбіне мән бермейміз. Неліктен? Өйткені бізге олардың құрметтемеуі ол қалыпты жағдай болып саналады. Өйткені көп жағдайда біз өз-өзімізді құрметтемейді екенбіз. Мысалға, қазір мен сіздерге 3 жағдайды айтатын боламын. Ол жағдайлар мынадай. Мысалға, сізді бір жігіт кездесуге шақырды, және де ол кездесуге кешігіп келді. Сіз ол жігітті бірнеше сағат бойы күттіңіз, немесе бірнеше минуттар бойы күттіңіз, бірақ ол кісі сізге келген кезде сізден күттіріп қойған үшін кешірім де сұрағаны жоқ, және де келе сала өзінің шаруасын айтып, сізге деген қызығушылығын білдірген жоқ. Ал екінші кезекте ол біздің жұмысымыздағы жағдай. Мысалға, жұмыста сізге көптеген тапсырмалар беріліп, ал өзге кісілерге болса жеңіл тапсырмаларды беріліп жатады. Және де сізге бастық, яғни өте қатал күйде қарайды, ал өзгелерге болса өзінің қаталдығын көрсетпей, оларды ұрыспай, яғни өзінің жұмысын тапсырады. Бұл жағдайда сіз өзіңізге деген құрметсіздікті байқайсыз. Ал үшінші кезекте ол бізде достарымыздың арасында, яғни достарымыз біз жайлы өте бізге ұнамайтын әзілдерді айтады. Мысалға, біздің денсаулығымызға байланысты, семіздігімізге, арықтығымызға, бойымыздың қысқалығы, ұзындығына байланысты, жалпы бет әлпетімізге байланысты да түрлі сындарды біз осылай естіп жатамыз. Бұл жерде де неліктен? Сіз өзіңіздің досыңыз болғанымен, оның әзілі сізге тек сіздің жауыңыз айтқан секілді қатты тиюі мүмкін. Бұл жағдайда да сіз өзіңізге деген құрметсіздікті байқайсыз. Жалпы негізі осылай көптеген өзіңізге деген құрметсіздіктерді сіз өмірде байқауыңыз мүмкін. Жалпы олардан біз қалай арыламыз? Жалпы бірінші кезекте біз өзімізге деген құрметсіздікті неліктен біз өзімізге, яғни допускать етеміз дейді. Неліктен біз өзімізге, яғни құрметсіздік танытқан кезде еш нәрсе жасай алмаймыз. Өйткені ең алдымен біз өзімізді құрметтемейді екенбіз. Мысалға, сізді бір адам ренжітіп алды, сізге салмағыңызға байланысты сен деген не деген, яғни ши сияқты арықсың деген сияқты айтты мысалға. Сонда сіріңке сияқты немесе арықсың деп айтқан кезде сіз оған ренжіп қалдыңыз, бірақ сіз ренжігеніңізді, яғни іштей ренжіп қалдыңыз да үндемей қалдыңыз. Болды, сонымен яғни өзгелер сізді ренжітіп алдым деп ойламауы мүмкін. Ал бірақ сіз іштей солай ренжіп, үндемей ренішіңізді білдіре алмай қалдыңыз. Және де ол бірнеше рет қайталана береді. Бірақтан да бір күні ол үлкен, яғни үлкен бір нәрсеге айналып, сіз ол адаммен қарым-қатынасыңызды үзуіңізге тура келеді. Ол бір жағынан дұрыс та шығар. Бірақтан да егер де сізде ол кісінің мысалға досыңыз немесе ол сіздің бастығыңыз болса, сіздің сол бір ғана, жай ғана сіздің ренішіңізді оған айтпау, яғни сіз бір адамға ренжідіңіз бе, оны сіз дер кезінде айтуыңыз керек. Яғни бір адамға ренжісеңіз, оны дер кезінде айтуыңыз керек. Мысалға, маған осылай сен арықсың деп айтқаның ұнамайды. Бұл туралы әзілді мүлдем маған айтпай-ақ қой деп өзіңіздің ренішіңізді білдірсеңіз болады. Достар, келесі кезекте біз жоқ деп айта алуымыз керек. Мысалға, біреу бізден қарызға ақша сұрайды, немесе бір нәрсені жасап беруімізді сұрайды, көмек сұрайды. Осының барлығына біз жоқ деп айта алуымыз керек. Егер де сіздің қолыңыздан келмесе, мысалға, сіз жұмысқа өте асығып тұрсыз, бірақ сізден досыңыз үйден бір затын әкеп беруін өтінді. Бірақ сіз оған айта алмайсыз жоқ деп, өйткені сіз оны жоқ деп айтсаңыз, онда сіз өзіңізді кінәлі санайсыз. Неліктен? Өйткені сіз өзіңіздің уақытыңызды бағаламай тұрсыз, өзіңіздің жұмысыңызды бағаламай тұрсыз. Егер де сіз өзіңіздің жұмысыңызды, уақытыңызды бағаласаңыз, онда сіз кез келген уақытта оған жоқ деп айта аласыз. Мысалға, мен
оны таксидан беріп жібере аламын, сен өзің тапсырыс беріп қойсаң болады деген секілді. Мысалы, мен жолдан оны үйден шыққан кезде таксидан беріп жібере саламын. Мен жұмысқа асығып тұрмын, өйткені маған жұмысым маңызды. Ал қарызға ақша сұраса да, мен бұл ақшаға өзімнің денсаулығымды реттейін деп едім деп, оған қарызға ақша беруден бас тартсаңыз болады. Негізі көптеген адамдар жоқ деп айта алмайды. Сол себепті де олар өздерінің жоспарларын қайта-қайта өзгерте береді. Мысалға, сіз жұмысқа 9-да барамын деген болсаңыз, мен жұмысқа 9:30-да, 10-да баратын болдым, мен кешігіп баратын болдым, менің мынандай жұмыстарым шығып қалды, тағы да басқа деген секілді. Көптеген уақыттарда сіздер өздеріңіздің пландарыңызды өзгерте бересіздер. Ол үшін негізі, егер де сіз адамдарға жоқ деп айта алсаңыз, онда өзіңіздің жоспарларыңыз өзгермейді. Яғни сізде қандай да бір ситуация шығып қалмасын, сіз ол адамға жоқ деп айтасыз да, өзіңіздің жұмысыңызды ары қарай жасауға, жалпы жұмысыңызды ары қарай жасауға кетіп қаласыз. Көмектесу немесе көмектеспеу, ол нәрсені өзіңіз шешесіз. Мысалға, сізге ата-анаңыз немесе басқа адамдар айтуы мүмкін, сен біреудің үйіне барып көмектесіп келші, сен мына нәрсені жасап келші деген секілді. Бірақ сіз ол нәрсені өзіңіз шешуіңіз керек. Мен ол нәрсені көмектескенше сабақ оқығым келеді, мен мына іспен айналысқым келеді, өзімді дамытқым келеді, ағылшын тілін үйренгім келеді деген секілді. Сіз ол нәрсені өзіңіз шешуіңіз керек. Сіз барып алып, мысалға, жарайды, мен ата-анам айтты көмектесуім керек деп барасыз да, бірақ сіз өзіңіз айта алмағанмен ол ренішіңіз сіздің бет әлпетіңізден бәрі де көрініп тұрады. Яғни ол істі жасай алмайтындығыңыз, жасағыңыз келмейтіндігі барлығы да көрініп тұр. Сол себепті де достар, ең алдымен сіз өзіңіздің шешіміңізді өзіңіз қабылдап үйренуіңіз керек. Көмектесу және көмектеспеуді өзіңіз шеше аласыз. Адамдардан босқа кешірім сұрай бермеңіз. Алатын болсақ, біз біреуден бір зат сұрайтын болсаңыз, кешіріңіз деп сұраймыз. Ол негізі дұрыс емес. Өйткені сіздер бір ағат іс жасап қойған болсаңыздар ғана одан кешірім сұрауларыңыз керек. Мысалға, сіз кептелісте тұрып бір адамның аяғын басып алсаңыз, немесе бір адамды итеріп жіберсеңіз, тағы да басқа осындай келеңсіз жағдайға тап болсаңыз ғана сіз кешірім сұрауға міндеттісіз. Ал басқа жағдайларда одан кешірім сұрауға міндетті емессіз. Және де бостан-босқа олай кешірім сұрай бермеңіздер. Ал келесі кезекте бізде ол рахмет айта білу. Егер де сізге бір адам жақсылық жасаса, оған рахметіңізді айтыңыз. Яғни рахмет деген ол нәрсе адамның сізге деген, яғни сіздің ол адамға деген құрметіңізді білдіреді. Тағы да бір келесі адамдар тобы бар, ол кісілер үнемі өзін сынап отырады. Мысалыға, мен алатын болсақ, мен де бір нәрсе жасайтын болсам, менің ол нәрсе қолымнан келеді ма? Не үшін мен ол нәрсені жасайын деп жатырмын? Жұрт мен туралы не ойлайды? Тағы басқа деген сынды өте көп деген, жалпы менің ойымда сондай таракандар дейді ғой, сондай таракандар болатын. Яғни мен бірінші кезекте жұртты ойлап тұратынмын, өзімді сынайтынмын, мен не үшін бұлай жасадым, мен не үшін бұлай айттым деген секілді. Бірақ қазір мен оның барлығынан да арылдым десем де болады, өйткені мен солай шештім, демек солай болу керек деген сынды өзімнің позициямен өмір сүремін. Және де кейбір адамдарды ренжітіп алсам, әрине кешірім сұраймын, бірақтан да ол кісілерде мені ренжіткен үшін кешірім сұрау керек. Өйткені білесіздер, ол кез келген әзіл болсын, бір ғана сөз болсын, адамның жүрегін жаралау мүмкін. Сол себепті де, егер де сіздерде өздеріңіздің жалпы жұрт не айтады деген нәрсемен өмір сүрген болсаңыздар, ол нәрседен бүгіннен бастап арылыңыздар. Өйткені сіздер өздеріңіз жасап көрмей жатып, оны қандай екендігін, осы іс сізге жарасады ма, жараспайды ма, оны тек қана сіз шешесіз. Сенің ойын үнемі сұрау. Мысалға, бұрындары мен де көптеген адамдардан өзімнің YouTube каналыма байланысты, видеоларыма байланысты көптеген сұрақтар қоятынмын. Жалпы қалай менің видеом ұнайды ма саған, қалай шығыпты, монтажы қалай, барлығы. Бірақ ол кісілердің көбісі, мысалға, сырт көз сыншы дейді ғой, ол кісілер көп бет әлпетке байланысты, монтажға байланысты, видеоға байланысты көптеген сындарын айтады. Бірақ сол сынды көп адамдар негізі көтере алмайды. Мысалы, мен де оны көтере алмаймын. Мен мүмкін бұдан да керемет видеолар жазып студияға барып жасауыма болатын еді, бірақтан да менде қазір оған қаражат болмағандықтан мен ол нәрсені жасай алмаймын. Ал сол себепті де маған да, мен де мысалы басқаларға видео түсірсем, мүмкін тоже айтатын шығармын оларға да, мүмкін бұлай видео түсірген дұрыс емес,
студияға барып түсіру керек, керемет монтаждау керек, анандай жасау керек, мынандай жасау керек. Бірақтан да жалпы егер де сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін нәрсені ғана жасап, ары қарай ұмтылатын болсаңыз, міндетті түрде нәтижеге жетесіз. Ал менде студия жоқ, менде камера жоқ, менде петличка жоқ, тағы басқа нәрсе жоқ деп отыра берсеңіз, онда ешқашан да нәтижеге жетпейсіз. Және де жұрттың сынын да сіз өзіңізге қабылдамаңыз. Оның 50%-ын ғана жалпы өзіңізге керек деген нәрселерді алыңыз, ал қалған 50%-ы сіз сыртқа шығарып тастаңыз. Көп деген адамдар негізі өздерінен басқа адамдардың озып бара жатқандығын көріп, ол кісілер тоқтатуға тырысады. Мысалға, әдемі көйлек киініп, боянып, сылғанып жүрсе, ой, сен өзіңнің жасыңа сай киінген жоқсың, сен өзіңнің жасыңа сай боянған жоқсың, шашың сенің өзіңе сай келмейді, тағы басқа нәрсе. Олардың барлығы да олардың ойындағы нәрсе, ал сіздің ойыңызша барлығы жақсы ма, онда барлығы сізде жақсы. Жалпы сіздің ойыңыз ол өте маңызды, және де өзіңіздің ойыңызды құрметтеңіз. Егер де сізді өзге адамдар құрметтесін десеңіз, онда ең алдымен сіз өзіңізді құрметтеп үйренуіңіз қажет болады. Олай болса, достар, менің видеом осымен тәмам. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бір-бірімізді құрметтеп жүрейік.